Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы Меркі ауданы Иван Трубицын атындағы номер 17-ші жалпы білім беретін мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Тұрсынова Талшын Есқалиқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жиындардың қиылысуы мен бірігуі. Оқу мақсаты жиындардың қиылысуы және бірігуі анықтамаларын білу. Берілген жиындардың қиылысуы мен бірігуі табу, нәтижесін бірігу және қиылысу символдарын қолданып жазу. Сабақ мақсаты жиындардың берілу тәсілдерін біледі, жиындарды және олардың элементтерін, жиындардың бірігуі мен қиылысын оқу және жазу. Жиындар арасындағы қатынастарды сипаттау, жиындардың бірігуі мен қиылысуын табу. Бағалау критерийлері. Жиындардың қиылысуы мен бірігуінің анықтамасын біледі, берілген жиындардың қиылысуы мен бірігуін таба алады, нәтижесін қиылысу және бірігу белгілері қолданып жаза алады, Эйлер-Вен дөңгелектерін қолдану арқылы жиындарды кескіндей алады. Жаңа сабақ білу және түсіну деңгейінде. Мысал ретінде, оқушылар біздің мектепте шахмат және домбыра үйірмесі бар. Шахмат үйірмесіне қатысатындар бір топ, домбыра үйірмесіне қатысатындар екінші топ және екі үйірмеге де қатысатындарды үшінші топ етіп бөліп алайық. Мысал ретінде, С жиыны шахмат үйірмесіне қатысатын оқушылар, Б жиыны домбыра үйірмесіне қатысатын оқушылардың жиыны болсын. Ал боялған бөлік сіздер көріп тұрғандай, шахматқа да, домбыраға да қатысатын оқушылар. Үшінші топ. Жиындардың байланыстары мен ара қатынастары Эйлер-Вен дөңгелектері арқылы кескінделеді. Вен ағылшын математигі, Леонардо Эйлер швейцариялық математик. Екі жиынның қиылысуы деп, сол екі жиынның екеуіне де тиісті элементтерден тұратын жиынды атайды. Мысалы, С жиынның элементтері 4, 7, 9, 13 деген сандары болсын. Д жиынның элементтері 2, 10, 7, 6, 13 сандар жиыны болсын. Осы С және Д жиындарының қиылысуы дегеніміз, С жиынына да, Д жиынына да тиісті элементтер бізде 7 мен 13. Егер А және Б жиындарының ортақ элементтері болмаса, онда олардың қиылысуы бос жиын болады. Екі жиынның бірігуі деп, әрбір элементі сол екі жиынның кем дегенде біреуіне тиісті болатын жиынды атайды. Мысалы, N жиынның элементтері А, Б, С, Д, Е болсын. П жиынның элементтері Д, Е, X, Y болсын. Осы екі жиынның бірігуі дегеніміз, сонда бізде болады А, Б, С, Д, Е, Д, X және Y. Яғни, екі рет қайталанған жиындарды бір рет қылып жазсақ болады. Тең болады сонда А, Б, С, Д, Е және X, Y жиындары болады екен. Кез келген А және Б жиындары үшін, егер Б жиыны А жиынының ішкі жиыны болса, онда А және Б жиындарының қиылысуы Б-ға тең болады, ал А жиын мен Б жиынның бірігуі А жиынына тең болады. Енді оқушылар сабағымызды әрмен қарай жасыранбақ әдісі арқылы жалғастырамыз. QR код арқылы. Оқушылар, сіздерге мына QR кодтардың артында 3 тапсырма жасырылып тұр. Берілген тапсырмаларды орындау барысында сіздер мына дескрипторлар бойынша бағаланасыздар. Берілген жиындардың қиылысуы мен бірігуін таба алады, нәтижесін бірігу мен қиылысу символдарын қолданып жаза алады. Эйлер-Вен дөңгелектерін қолдану арқылы жиындарды кескіндей алады. Олай болса, сіздерге сәттілік. Жақсы оқушылар, сіздерге тапсырма ашылды. Мінекей осы 3 тапсырманы орындаңыздар. Жарайсыздар. Келесі біздің жеке жұмыс жасаймыз.
яғни қалыптастырушы бағалау. Оқушылар, сіздерге бүгінгі алған білімдеріңізді тексеру мақсатында қандай деңгейге жеткендеріңізді анықтау үшін қалыптастырушы бағалау тапсырмалары Google форма жүйесінде құрылды. Енді оқушылар, сіздер тапсырмаларды орындау барысында мына дескрипторлар бойынша бағаланасыздар. Бірінші, берілгені бойынша жиындарға бөле алады. Берілген жиындардың қиылысуын таба алады. Нәтижесін бірігуі мен қиылысу символдарын қолданып жаза алады. Эйлер мен дөңгелектерін қолдану арқылы жиындарды кескіндей алады. Жақсы, олай болса тапсырмаға өтеміз. Мінекей, оқушылар, сіздерге тапсырмалары ашылды. Осы тапсырмаларды орындаймыз. Дәптерімізге жазамыз. Шығару жолдарын дәптерімізге орындаймыз. Жақсы, оқушылар, олай болса, осы бүгін алған сабағымызды кері байланыс оқушы дауысы әдісі арқылы анықтайтын боламыз. Бүгінгі сабақты қаншалықты өзіне сенімді түрде түсінген әр оқушы мына сіздерде көрініп тұрған сөйлемдер арқылы аяқтауларыңыз қажет. Сөйлемдер бұл тарауда ең қиын болғаны, мен мына жайттарға назар аударып ұсынамын. Тақырыпты түсіну үшін ең пайдалы болған іс-әрекетім қандай болған жазасыздар? Мен ұққан нәрселердің ең маңыздысы ол, мені таң қалдырған жайт ол, өздеріңіздің ойларыңызды жазасыздар. Жарайды, сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.